Ассалаумалейкум достар, сіздермен Автолайк каналы. Бүгін Автолайк каналының кезек шығарылымы Шымкент қаласындағы Бипек автокөлік сату орталығында. Достар, осында тұрған барлық көліктердің бағасын біліп шығаратын боламыз достар. Видеоны қарамастан біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер достар. Және комментарий бөліміне өзіңіздің осы видеодан алған әсеріңізді, болмаса қандай да бір өз пікіріңіз болатын болса, қалдырып кетсеңіздер өтініш. Және достар, комментарий бөліміне біздің Автолайк каналының сілтемесін қалдырып кетеміз, Instagram парақшасының. Сонда өтіп, Instagram каналға тіркеліп кетсеңіздер достар. Лада Ларгустар, ақ түсті. 2021 жылы. Так, 7 миллион 590 мың дейді. 21, 106 аттың ішімен 1.6 механика дейді. Телефон нөмірі егер керек болып жатса. Skyline 4 зимний комплект. Летний баллондармен. Марат Барадан бұқтайтын де бар екен ғой, простой комплектация. Лада Виста жүрілген дейді. С пробегом. Автоматта. 2020 жылғы 18 мың жүріп өткен жері 6 миллион 350 мың дейді. Автомат телефон нөмірі бұл Шымкент қаласындағы менеджерлердің. Простой базовый баллондарда өз железный дисктер штамповны. Салоны. Автоматтың ручкілерін өз механикадан ұзын сақтау. Мен білуімше полный комплектация емес машина. Өйткені налар бояу керек, полный электропакет, подогрев сиденья болу керек, полный комплектация. Жүрілген көлік. Тағы да Лада Виста. С пробегом жүрілген бұлардың бәрі. 2018 дейді. 125 мың жүріп өткен жол, 4 миллион 550 мың дейді. Бензин, механика. 106 аттың ішімен 1.6 мотор механикада. Салон шаршатып қойды көліктің. Бұл жерде де көп кісілер қарап жатыр машина. Нива іздеп жүргендер болса, ВАЗ 21 Урбан Нива тұр, 19 жылғы машина. Так, 28 мың 300 жүріп өткен жолы, 4 миллион 150 мың дейді. 19 жылғы машина, 87 аттың күшімен. Хеджбек, біреуге кроссовер, біреуге внедорожник машина. Дисктері. Бесшумный, полный. Щеткой жабылып тұр машина. Іздеп жүргендер болса қарап көрсеңіздер болады. 16-лық баллондар 7205 родной. Урбанның емес бұл. Обычный өскеменский российский автопромның дисклері. Урбанның дискісі бұдан узкий болады, білесіздер. Лада Гранта тұр. Ақ түсті. Бұл да жүрілген көлік. Пробегпен. Так, бұның бағасы 4 миллион дейді. 1,5 мың километр жүріп өткен жолы 2020 жылғы машина. Механика, да? Базалық 13 дискімен.
Простой комплектация, мен білуім бойынша. Есігі құлыптаулы машинаның. Парктроник жоқ. Қара түсті Гранта тұр. Тоже 2020 жылғы машина. 4 миллион 50 мың теңге дейді. 20 жылғы 1,5 мың километр жүріп өткен жол, 87 аттың күшімен. Қара түсті, механикада тоже машина. Бұл да базалық 13-лік дискілерде. Есігі құлыптаулы. Қай комплектация екенін айтып жіберейін десек. Мұның біраз көлік бар, бірақ барлығы жүрілген көліктер. Тағы да қарап өтетін боламыз, қазір машиналар. Ларгустер бар, Шевролеттер бар, Киялар бар, Шкодалар бар. Соңына дейін қараңыздар. Лада Гранта тұр, көк түсті, өте әдемі. Жаңа бұл жүрілмеген көлік болу керек, өйткені ешқандай ақпарат жоқ бұл көлікте. Салондары да тап-таза болып тұр, автоматты екен машина. Полный комплектация болу керек, шумкамен. Полный ашпақ қойсақ болады екен. Кондермен, подогрев, екі алдыңғы. Бұлардың базалық дискісі 15 болып, полный комплектациясы 15 кетеді екен Титанда. Көк түсті. Chevrolet Cruze Universal. Іздеп жүргендер болса қарап көрсеңіздер болады. 2014 жылғы Cruze 4,5 миллион теңге дейді. Так, 1.8 дейді. Tiptronic 125 аттың күшімен. Қыстық баллондарда, Титанда машина. Қазір салонын көрсетейік. Так, айырбак, автомат. Біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұйыртса жексенбі күні тағы да автокөлік базарынан шығаратын боламыз. Triangle зимний баллон төртеуде. Біздің түсірілімдер ұнап жатса, біздің комментария бөліміне өтіп, пікір қалдырып кетсеңіздер, сіздерден өтініш. Бұйыртса ертең, егер Астер авто рұқсат беретін болса, Астер автоны видеоға түсіріп шығарып салатын боламыз достар. Достарым, жаңа көліктердің қатары Шкода Rapid. Жүрілмеген бұлар. Аналардың бәрінде екен жүрілген деген қағаз болатын, а бұларда жоқ. Rapid дейді. 1.6 MPI 110 аттың күшімен, шестиступичный автоматта 6 сатылы қораппен, хеджбек. Так, 100-ге 11.8 дейді. Есігі құлыптаулы машинаның. Бағасы жоқ бұл машинаның. Қазір қарап өтетін боламыз. Кез келген түрін кеп алсаңыздар болады, наличие. Нарада мынаның ақ түстің бағасы бар екен. 8 миллион дейді. Жаңа автокөлік, ол жүрілмеген. 1.6 MPI 110 аттың күшімен 6 сатылы қораппен 8 миллион 90 мың дейді. Егер алатын болсаңыз, оған дополнительный тонировкалер және поликтер, магнитола қойдыратын боласыз деген сияқты. Олардың әжептәуір ақша талап етеді сіздерден. Қара түсі бар, ақ түсі бар. УАЗ патриоттар тұрмын. Түрі бар Шкодалардың. Шымкенттегі Бипек авто бөлімшесінде, достар, егер білмей жатқандарыңыз болса, алдында келгенде көп көліктер болмаған бұл жерде. Kia Rio сатылымда. Мынау сатылыпты. Екінші Kia Rio ақ түсті. Бұны қарап өтетін боламыз. Егер уақытыңыз болмайса қарап көрсеңіздер болады біздің Автолайк каналынан.
7 миллион 600 дейді. Рио 1.6. Передний привод. 6 сатылы механикалық қораппен жұптастырылған. Өте керемет, 7 миллион 600 дейді. Енді біз айқайлап шыңғырғанмен бізді еститін жоғарыда өткен ағалар жоқ. Осы көтерілген бұл көліктердің бағалары. Есігі жабық. Қай салонға барсаңыз да бағалары жоғары қазір. Малибу тұр, Chevrolet Малибу. Өте керемет көлік. Бағасын көрсетіп кетейік. 2018 8 миллион дейді. 45 мың жүріп өткен жоғы. 2018 2 литр 123 аттың күшімен механикада машина. Достар, видеоны құр қарап өтпей біздің каналға лайк басып пікір қалдырып кетулерін сұранамыз. Ол біздің Автолайк каналының дамуына өз үлесін қосады. Шкодалардың түр-түрі. УАЗ Патриоттың бағасын біліп кететін боламыз. Комплектацияларына қарап бағалары әртүрлі. УАЗ Патриот. 9 миллион 270 мың дейді. Қозғалтқышы 128 аттың күшімен. Бензин дейді. Енді ол рестайлинг түрлері ғой. Патриоттардың. Біздеп жүргендер осы біріштігі бар екен. Шымкентте. Тағыдан 2 Ларгус, бірақ бағалар жоқ. Бұлардың. Бұл да жүрілген. 16 клапан. Ол 2018 жылғы. Передний шпаклёк жағылған. Көлікте шпаклёк трещина беріп жатыр. Түсі сарғайған машинаның. Өзінің простой дисктерде машина. Артыңғы бампер есікпен тағы бойылған қосалқа. Мына екінші бетінде түсіріп кетейік қазір. Хабарласып көрсеңіздер болады, жаңа алдында көрсетіп кеттім видеода телефон нөмірлерін. Сол жерден хабарласып көріңіздер. Іздеп жатқандар болса әрине. Ларгус Кросс дейді, 5 орындық, 16 клапан, люкс престиж дейді, 7 миллион 970 мың. Механикада. Кран таңғылықтары моды болды. Салоны көліктің. Артқы орындықтары. Бірінші Ларгустарда білесіздер ғой, ортаға шыққан. Мыналарға әрі есікке өздеріне стеклоподъемник қойылған екен. Қазір артқы видеоны түсіріп кетейін сіздерге. Біздің видеоны құр қарап өтпей біздің каналға тіркеліп кетсеңіздер, өтініш сіздерден. Біздің каналдың көрермендері 80% тіркелмей қарайды екен. Нарада Веста тұрмын. Жаңадан бұлда жүрілмеген. 5 миллион 750 мың дейді. 106 атты күшімен 5 сатылы қорап, 16 клапан, классик стандарт дейді комплектация. Burada простой дисктер, боялмаған фарлар.
передний екеуі стеклоподъемник электронный. Бір-екі нәрсені қысқартып бағасын екі есе арзандатып қояды. Артыңғы ручкалар Жигулевский баяғы ескі копейкінкі. Бұрадан көлік сатып алу үшін тонировканы сатып алуыңыз керек, полик сатып алуыңыз керек. Олардың барлығы өте қымбат бұл жерде. Оны алмасаң, наличие сатып аламайсың деген сияқты нюанстар бар. Ол жағында ескеріп қарайсыздар деген ойдамыз. Қазір тағы да қарап көреміз, қандай көліктер бар. Lada Vesta Комфорт дейді. Автомат 113 аттың күшімен 16 клапан, 6,5 миллион теңге дейді. Сатылымдағы бағасы бұл көліктің. Ал оның қай жер комфорт, сонда задний стеклоподъемник болмаса. Құр автомат, магнитола жоқ даже. Оны магнитоланың орнына ондай керемет божественный дей ма, карманчик қойып қойған. Оған да рахмет. Мультирюль жоқ, 2021 жылғы көлік. Жигулевский. Бұл комфорт класс. Комфорт класстағы Lada Vesta. Өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қандай ойдасыздар? Қандай пікірлеріңіз бар бұл көлікке деген? Даже комфортта туманғы жоқ. Автокөлікке қосалық прицептер. Базалық дискілер 175-70-13. Примерно грузоподъемность 700 килоға дейін болу керек бұлардікі, жаңылмасам. Қосалқы жарық шамдарға қойылған екен барлығы. 20 шақты бар, бірақ мұнаның үстінде тентімен. Аналарда тент жоқ. Мүмкін дополнительно қойып берсе керек. Сіздеп жатқандар болса. Бір көк түс тұр. Қағандарын бәрі осы серый цветте.